Мен бастайын, бүгінгі күнімізге барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бәріміз оң жағымыздан бір-бірімізге сәттілік тілеймін. Бүгін сабақта бүгін бүгінгі сабақта белсенді бол. Бес алдым. Бүгінгі сабақта өте белсенді болсын. Ал енді қазір бәріміз алдымызда тұрған мына жерде түрлі түсті стикерлерді алып, сол бойынша топқа бөлініп отырайық. Яғни сіздер дәстүрлі экономика түсінді, иә? Дәстүрлі экономика, нарықтық экономика және жоспарлы экономика. Енді балдар бері қараймыз. Біздің сабағымыз, бүгінгі сабағымыз дүние тарихына тығыз байланысты. Дүние тарихынан білесіздер, экономикалық жүйенің түрлері өткен боламыз. Осы экономикалық жүйенің түрінің бәрі біз өткенбіз. Енді осы тобымыздың атын қысқа қорғап шықты, неліктен дәстүрлі экономика деп аталады. Дәстүрлі экономиканың белгілері қандай? Тән біріншіліктен тыңдаймыз. Дәстүрмен ауылдық мәнде қол еңбегіне байланысты және де дамымаған елдерде көп кездеседі қол еңбегі. Ауыл шаруашылығының бәрі не? Дәстүрлерге негізделген қол еңбегі, негізінен қол еңбегі негізделген. Бұнда индустрия, технология дамымаған деп айтсақ. Жақсы отыра қойыңыз. Нарықтық экономика дегеніміз белгілері қандай? Еркін кәсіпке негізделген шаруашылықтың бағдары тауар сатушылар мен өндірушілермен кәсіпкерлердің арасындағы бәсекелестік. Қазір біздің Қазақстанда нарықтық экономика. Яғни қазіргі біздің жүйеміз нарықтық экономика жолына түсті. Жақсы. Жоспарлы экономика деген не? Жоспарлы экономика деген бұл жоспарлы түрде болып жатқан экономика. Қай кезде болды жоспарлы экономика? Совет үкіметі кезінде болған экономика. Дұрыс айтады. Кеңес үкіметі кезіндегі біздің экономикалық жүйеміз, яғни жоспарлы немесе социалистік экономика деп аталады. Жақсы, топ атымызды айтып шықтық. Енді сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді біз қазір сіздермен мынау үй жұмысын қарастырып өтейік. Үй жұмысын қазір сіздермен бүгінше біз жаңағы телефонымызды пайдаланамыз. Осы бойынша сұрақтарға жауап береміз. Кеузис бағдарламасы бойынша қазір тест сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мына жердегі тұрған топты жазамыз. Үй тапсырмасын осы сұрақтар бойынша жауап беріп көрейік. Атымызды жазамыз, бәріміз. Бұл жерде жылдамдық. Кім бірінші жауап береді, сол алдыңғы орынға шығады. Кіріп жатырмыз ба? Болды. Бастайын. 10 секунд берді. Сұрақтарға белсенді жауап берейік.
тапсырмасы бойынша сұрақтар бұл жерде. Бізде алдыңғы орынға Ерасыл шығып жатыр. Байқасаңыздар. Ne bala? Осы соғыста Антанта блогында қатысқан болатын. Әрине осы кезде бұл да біздің Қазақстанға өте әсер тигізді. Себебі соғыс мақсатында деп біздің елімізде қазақ жерінде не істеді? Соғыс салығы енгізілді. Арзан бағада мал сатып алынды, тәртіпті алынды, және Қазақстан жалпы шикізат көзі болып қалды. Біздің еліміз арзан шикізат көзі, яғни малдар алынды, соғыс мақсатында етіп көптеген жағдай қазақтардың жағдайына өте ауыртпалық алып келген осы кезде. Енді осы кезде білесіздер, 20 ғасырдың басында қазақ зиялыларымыз біздің Алаштың көрнекті өкілдері, тағы да басқа қоғам қайраткерлері бейжен қараған жоқ. Яғни қараңыздар, сол кезде қазақ халқы өзіне қарасты жерге орналасып болғанша, олардың жері ешкімге берілмесін деген талаптарды көрсетілді. Және сонымен бірге Алаштың үн қағазы болған газет, қандай газет еді? Қандай газет еді? Қазақ газеті, Міне сол қазақ газетінде жарияланған Алаш партиясының бағдарламасында дейді, жердің сатылуына қатаң түрде тыйым салу мәселесі болды. Естеріңізде болса, бұрын патшалық кезінен болсын, және сол уақыттарда қазақтардан жер тартып алынғаны белгілі. Бізге қараңыздаршы, осы мәліметтерді дәптерлеріңізге түртіп отырыңыздар. Міне қараймыз, 1895 жылдары 4 миллион десятина жер тартып алынды. 1906-12 жылдары 17 миллион десятина жер тартып алынды. 17 жылы жаңа айттық, революция қарсаңында 45 миллион десятина жер тартып алынды. Яғни бұл жерде десятина 1,9 гектарға тең жер көлемі. Десятина деп жаңағыдай сол кезде айтылды. Міне осындай жер қазақтардан естеді, жақсы жерлер тартып алған болатын. Тұртпалық па? Енді осы кез туралы біздің жаңағы қоғам қайраткері, Алаш партиясының өкілі 1913 жылы Ахмет Байтұрсынов қазақ халқы, қазақ ұлты өмір сүруінің өзі проблемаға айналды деп айтқан. Қазір алдымызда бәрімізде оқулық тұр. Бүгінгі параграф бойынша, 9-10 параграф бойынша біз қазір 3 топқа бөлініп алдық. Осы тақырып бойынша біз жаңа айтып қой, бұл тақырыптың ішінде бұл 20 ғасырдың экономикалық дамуы, оның ішінде біздің қарастыратынымыз бүгін, яғни 1919-25 жылдар аралығындағы әскери коммунизм саясаты мен жаңа экономикалық саясатты қарастырамыз. Одан кейін екінші 1925 жылдардағы индустрияландыру саясатын қарастырамыз және 1927 жылдардағы ұжымдастыру саясатын қарастырамыз. Енді үш топ қазір әскери коммунизм саясаты және ЖЭС қарастырасыздар сіздер. Бірінші топ бұл жерде дескрипторы көрсетілген, не істеу керек екенін, әскери коммунизм саясатының ерекшелігі мен міндетін анықтайды, ЖЭС-тің белгілерін көрсетесіздер. Екінші топ индустрияландыру. Сіздерге берейін. Индустрияландыру саясаты. Оның дескрипторын қараңыздар. Индустрияландыру жағымды тұстары мен кемшілік тұстарын көрсетесіздер. Үшінші топ Қазақстандағы ұжымдастыру саясатын аласыздар. Сіздер ұжымдастыру саясатының зардаптарын, салдарын анықтайсыздар. Енді осы тапсырманы біз қазір топтық жұмыс ретінде алдымызға берілген плакатқа постер түрінде уақыт беремін. 5 минут соған орындап, бұл басшылардың бірге осы жерде бізге қойған бересіз. Кітапта, оқулықты аламыз. Сіздерге алдын ала ескертілген, орын алған мәліметтерді қазір дәл осы алдарыңызға берген дескриптор бойынша соған жауап беріп көрейік. Кеңес үкіметінің
Қай жылы? Сіздер тыңдамадыңыздар. 1900 қай жылы? 27 жылы қабылданған саясат. Ұжымдастыру саясаты неге алып келді жалпы? Неге алып келді? Сіздер жауап беріңіздерші. Қалай тыңдап көрейік, тоқтар. Ашыққа. Яғни ашық алып келді. Қай жылдары болды бұл ұлы аштық жылдары деп? 31-32. Және халықтың басқа республикаларға өтіп кетуіне мәжбүр болған. Жақсы. Бізде азамат соғысы болды, содан кейін осындай әскери коммунизмге көшу жөнінде саясат құралды. Бұл саясатта азық-түлік салғырты енгізілді, яғни қарапайым адамдардың, қарапайым халықтың өзінің азықтарын мәжбүрлеп, күштеп оларды. Ол қандай соғыстан туындады? Азамат соғысы. Азамат соғысы. Ол қай жылдары болды азамат соғысы? 1918 және 1920. Ошағы қайда басталды дейміз? Ресейде басталған азамат соғысы. Жақсы. Жекеменшік кәсіпорындар мемлекет қармауында болды. Яғни адамда өзінің жеке кәсібі болмады, оны үлкен мысалға жоғары адамдағы адамдар өздеріне оларға қарап тұрды. Жалпыға бірдей еңбек міндеттілігі енгізілді, яғни барлық адамдар еңбек жасауға міндетті болған. Халықтың байлығы күштеп алынды, яғни барлығында бірдей болу керек болды. Солардың тамақтарын, байлықтарын, өзінің мүліктерін халық жоғарғы адамдар күштеп алып қойған. Ол бір соғыстан туындаған саясат. Ал енді сол әскери коммунизм ол соғыс енді не істеді азамат соғысы? аяқталды. Аштық болды. Ол былай айтқанда, қысқаша айтқанда жақсы саясат болған жоқ. Одан жезге ауысу шешім қабылданды 1921 жылы 10-шы съезінде үлкен большевиктер осы саясатқа көшу туралы шешім қабылдады. Жаңа экономикалық саясат. Яғни ол кезде азық-түлік салығы енгізілді, яғни бұрынғы салықтар ол салыққа енгізілді. Мемлекеттік кәсіпорындарға өздерінің сол жеке кәсіпорындары ашылды, яғни өзінің жеке. Екіншісі қазақ өлкесінде дайындайтын өнім шығаруға мүдделі болмады. Дайын өнім шығаруға мүдделі болды. Тек қана шикізат. Шикізат күйінде ғана. Кәсіби мамандар өзге аймақтардан келді. Өзімізде кәсіби мамандар болмағандықтан Ресейден, басқа жақтардан өте тәжірибелі мамандар келіп бізге жұмыс жасады. Жақсы. Енді сізге мен бір сұрақ қойып жіберейін осы жерде. Сонымен индустрияландыру деген түсінді қоя, нені дамыту? Ауыл өнеркәсіп дамыту деген, жалпы айтқанда. Ол неден басталды? Неден басталды? Неден басталды? Табиғи байлықтардан басталды. Сол кезде салынған ең үлкен объект қандай объект? Түркісіб темір жолы. Дұрыс айтады. Түркісіб темір жол, Түркістан Сібір темір жолы. Себебі ол темір жолды салудың мақсаты не деп ойлайсыз? Түркісіб темір жолы салу. Түркістан және Сібір жолын байланыстыру. Тағы қандай не бар? Нұсқа бар. Ресейді немен байланыстыру? Орта Азиямен байланыстыру. Яғни жаңа айтып отырмыз ғой, шикізат көзіне айналды деді, қазақ жерінде шикізаттың бәрі тасымалданды. Басқа Орта Азия мен Қазақстан арқылы өтетін шикізаттың бәрін тасымалдау темір жол қажет болды. Жақсы, енді осы жерде барлықтарды жақсы отыра қойыңыз. Өте жақсы. Нарықтық экономика тобына баға берейікші, ең топ. Өте жақсы. Екінші қорғаған жансаяның дәстүрлі экономика тобы. Үшінші жоспарлы экономика тобымызға бағалайықшы. Жақсы, біздің балдарымыз бүгін өте керемет дайындалып келген, бұрын алған білімдер, одан да жаңағыдай не қылды, бүгін толықтырып өтті деп айтсақ болады. Енді қараңыздар, жаңа айтып жатырмыз, осы индустрияландыру әрқайсысы бір үлкен тақырып негізінен алатын болсақ, бізде бірақ осы тақырыптардың бәрін бір сағаттың ішінде жаңағыдай енгізіп, айта берсек өте көп оның ішінде. Енді қараңыздар, осы индустрияландыру кезінде Қазақстан бар болып келді, солай болып қалды деп күйінішпен айтқан кім екен? Смағұл Сәдуақасов айтты. Себебі арзан шикізат көзі болып қалды. Бізде дайын өнім шығармады деп. Соған күйінішпен айтқан
смағұл сәдуақасов осылай айтқансыздар. Отар болып қалды деп жаңағы күйшпен айтқансыздар. Енді деңгейлік тапсырма орындап жіберейік біз балдар. Қазір біз деңгейлік тапсырма орындаймыз. Біз қазір мына Горгол бағдарламасы арқылы тапсырманы орындап көрейік. Қазір мен енді осы жерде топтан шығарайын. Бірінші топтан Майка келе ғой. Бұл жерде 3 экономикалық жүйе. Енді осыны жаңағыдай сәйкестендіріңіз. Оқыңыз. Еркін кәсіпкерлікке негізделген шаруашылық құндылықтары тауар өндірушілер мен қызмет көрсетушілер арасындағы бәсекеге құрылды. Қайсысы келеді? Алып қойыңыз. Дұрыс па? өндіру бөлу және тұтыну қалыптасқан дәстүрлер мен ғұрыптарға негізделген дәстүрлі экономика. Бұл әрине жоспарлы экономика болады екен, иә? Шығамыз ба? Келесі тапсырма. Оқимыз. Заңдық күші бар қаулы. Қалай аталады? Қаулы. Декрет. Абай шаман не қыдыры дұрыс па? Даусын шығару. Бекпен түзеу лагерлері мен жер Аударылғандар. аударылған қоныстардың және қамау орындарының Бас басқармасы қалай қалады? Дұрыс па екен? Дұрыс шыға керек. Бұл жерде тезген сөздіктер. Қазір біздің қолдаған тақырыбымыз 19-шы жылы әскери коммунизм. Келесі. Ауыл шаруашылығы республика. Революция дегеніміз не екен? Революция ма? Қандай революция болған едік жаңа? Болған деп айтамыз, иә? Жақсы. Әлсіз жақтары қандай? Мүмкіндіктері. Үш топқа берейік, қауіп қатерлерін бәріміз бірге анықтаймыз. Так, сіздерге күшті жақтары, әлсіз жақтары деп мүмкіндіктері. күшті жақтары темір жол қоллары пайда болды. Темір жол қалалар салынды, аграрлық индустриялық елге айналды, электр станциялар салынды. күшті болды. Жақсы, қабылдаймыз. Шикізат көзі болды, әлеуметтік жағдай төмен болды. 20 ғасырда. Адамның құқықтары ескерілмепті, әрине дұрыс. Жақсы. Так, сіздердің жауаптарыңыз мүмкіндіктері қандай болды? Мүмкіндіктер болды ма? Қазір, иә, жапсыра беріңіздер, дайындап. Мүмкіндіктерін айтып кетейікші. Қазақстанда табиғи байлықтар жеткілікті болды. Негізі жеткілікті еді, иә? Жақсы. Тез-тез. Сосын Тағы? зиялы қауым өкілдері нағыз патриот адамдар өмір сүрді. Яғни сол заманда нағыз патриот азаматтар өмір сүрді. Мүмкіндіктер болды. Ал енді қауіп қатерлер қандай болды? Қауіп қатер, енді бәріміз топ айтып көрейікші, қауіп қатерлер қандай болды? Аштық орын алды. Басқа республикаларға демократиялық жағдайға әсер ететін қауіп қатерлерді біз топпен болып анықтаймыз. Жарайсыздар, бүгінгі мынау деңгейлік тапсырманы орындаған біздің біраз топпен бәріміз белсенді түрде қатыстық. Өте жақсы, бүгін ерекше дайындалып келген екенсіздер.
барлықтарыңызға керемет. Топ басшылары әсіресе Жансая, Малика барлықтарыңызға өте жақсы, керемет. Бүгін алжарда тамаша қатысып отыр. Тәртібіміз де жақсы. Мұнда да өте белсенді қатысып отыр біздің Дана, Дариға, жалпы бүгінгі сабақтарымызға барлықтарыңызға өте жақсы деп бәріміз керемет шараға баға қоямыз сіздерге. Жалпы енді бүгінгі сабақ түсінікті ғой, иә? Бәрімізге үйде 20 ғасырдағы Қазақстан экономикасының дамуы деген тақырыпты аламыз. Ішінде кітаптан керек мәліметтерді дәптерге түсіріп қоямыз. Рахмет. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз болса стикерге